Саламатсыздар ма балалар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Алдымен тіркеліп қоямыз. Сабағыма да қош келдіңіздер деп ойлаймын. Ал енді сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақ нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? 117-ші сабақ. Бірінші мәтінді тыңда, Асқардың жауабымен келісесің бе? Өз пікіріңді айт. Арайдың сұрағы таусылмайды, ал Асқар жауап беруден шаршамайды. Бірден кейін неге екі келеді? Олай болмаса шатасып кетеміз ғой. Асқар, ана бұлттарды қарашы, бір жағы аппақ, бір жағы онша ақ емес екен. Кір, аспандағы топыраққа тиіп кеткен бе? Асқар езу тартты. Аспанда топырақ болса, басымызға төгіліп кетпей ме? Топырақ жерде ғана болады. Әне, қарамайсың ба? Бұлттардың еш жағында жер жоқ. Оны көру үшін ұшақпен ұшып бару керек. Мәтіннің соңғы бөлігіндегі алғашқы жаңа және соңғы сөйлемді көшіріп жаз. Етістікті тауып шақ түрлерін ажырат. Мәтінде қандай сан есімдер кездесті? Дара сан есім, күрделі сан есім. Және берілген сөздерді қарсы мәнді сын есімдерімен толықтыр. Яғни кір, аппақ, көңілді деген сөздерге қарсы мәнді сын есімдер жазамыз. Олай болса, Асқардың жауабымен келісемін. Иә, шынымен де аспанда топырақ болмайды. Аспанда топырақ болса, басымызға төгіліп кетпей ме деген сөзді көшіріп жазамыз. Мәтінде дара сан есімдер кездесті. Кір деген сөзге қарсы мәнді сын есім сөздер ол таза, аппақ, қап-қара, көңілді, мұңды. Келесі жаттығу. Екінші мәтінді оқы, талап. Кеше машинамен аулаға теңіздің ақ қиыршық құмы төгілді. Қатар-қатар үйілген төмпешік құм жоталанып жатыр. Балалар көшеден бері мәз, мейрам. Шымыр денелі пысығы кішкентай Нұрталап таудай құмның бауырында екі ғарыш кемесі тұр. Біреуінде сұңқар, екіншісінде аққу деген жазу бар. Кемелердің бүйірлері күнге шағылысып жарқ-жұрқ етеді. Нұрталап Қаматов қайсың деп сұрады арнаулы бақылау аппаратында отырған Задагүл. Мен, деді үстіне ғарышкер киімін киген өткір көзді қара бала. Дәрігер ғарышкердің жүрегін тыңдап тынысын байқады. Содан соң ауланың ортасындағы әткеншекке айналдырып сынады. Нұрталап сыннан бөгетсіз өтті. Жарайсың, деді Задагүл. Қандай қиыншылық болса да төтеп бере аласың. Нұрталап дәрігердің ақыл кеңесіне дән риза. Екі езуі екі құлағында. Масаттанып тұр. Достарымен қоштасқан соң ғарыш кемесіне мінуге оңтайланып еді, Нұрталап деген дауыс естілді. Ол жалт бұрылып, ау, мен мұндамын, деді. Апасы балконнан қарап тұр екен. Мектепке баратын уақытың болып қалды, үйге кір, жуын, тамақтан, бол тезірек. Нұрталап шешесінің шақырғанына қынжылып қабақ шытты. Оны байқаған Задагүл, жарайды, бүгін демал, ертең міндетті түрде ұшасың, деді. Нұрталаптың жүзінен қуаныш сәулесі жарқ ете алды. Мәтінге жоспар құрып мазмұндама жаз. Балалар, онда жоспар құрамыз. Жоспар. Бірінші, балалардың қуанышы. Екінші, шымыр денелі пысық Нұрталап. Үшінші, Нұрталаптың сыннан бөгетсіз өтуі. Нұрталаптың жүзіндегі қуаныш сәулесі. Балалар, осы жоспарға қарап мазмұндама жазамыз. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Менің сабағымда бірге болғандарыңызға рахмет. Тіркелмегендер болса, тіркеліп кетуді ұмытпаймыз.